Ананың анасы. Әйтілес, аппақ аққарбас, соқыр қарт етектей сақалын балуан бармақтармен салалай тарап отыр еді. Күмістен қойғандай тұп-тұтас ақ сақалы кеудесін жауып, оқыңдар шулап, тфу деп есіктен асыра түкіріп жіберген. Босағада отырған балалар селк етіп, ағузе бисмилля рәсірә, рәсірә түрә үйре деп қоя берді. Жалпақ жаз, сай салада сағым ойнаған саршаның тамызы. Саясыз жайлаудың жан жануары көлге тығылып, сая табады. Күннің көзінің өзі де күн ұзын көлге шомылып жанын сақтайтындай. Шалқыған шаңқай түс кезінде адамның көлеңкесі де сайлауға жер таппай бауырына кіріп кетеді. Жалғызақ, жүні түспеген көпей тайыншаға ұстап, қойшы малшылар ғана жалба-жұлба тері тонмен жабағы күпісін тастай алмайды. Қойшылардың өздері күнге күйіп құрысып, кішірейіп, күпілері ғана өсіп бара жатқан сияқтанады. Самайынан сағал-сағал тері шұбырған тезекші әйелдер ғана алты қырдың астынан тезегін арқалап, әрең қалтыңдап келе жатады. Біз көгендеген қозыға ұқсап, мұрынды тарта түсіп, әйтілес үйінде надан молдадан надандық оқып отырмыз. Ертемен төрт бұрышы жемірілген ескі тоқым сияқты иман шартымды қолтығыма қыстырып сабаққа келсем, балалар жиналмаған екен. Іркіт сабасындай іркілдеген молда және саудагер Рамазан соқыр әйтілес ескі күндердің әңгімесін шертіп отыр. Тот басқан әңгімені жанып-жанып жаңартып, жалт-жұлт еткізеді. Көзден айырылған соң барлық жарықты көңілі мен құлағына жинаған қарт ескі күндерді тымақтай бұлғап, төңкеріп алады. Аттың құлағында ойнайтын жас кезіміз 80-нің 2-сінде мекен, 3-інде мекен, сол кезде жанай балуан қайратты қайтса да, болат жүрегі мойымаған кезет. Дауысы саңқылдап, шаңырақта ойнар еді. О кісі сөйлегенде іргеде ғана отырып, ойымызға тоқи берер едік. Сол кісі айтады ау. Баяғыда бала кезімде жалпақ балуан көріп, Ергенектінің елін шабуға аттандық. Жалпақ балуан бала бидің батыр екен. Bir күні бала би шақырып алып, «Ва, жалпақ! Ергенекті елімізді екінші рет шапты. Бірінде мен тоналдым, бірінде сен тоналып едің. Мен малымды бердім, сен жаныңды бердің. Жаныңды бергенің емей немене? 47-ні 40-қа матап беріп отырған қалыңдығыңды бергенсің. Білетін бедің дейді. Ол кезде сен жас едің. Дұшпан алу бұлай тұрсын, жауға өзің кездесіп қалып, астыңдағы тайыңды беріп әрең құтылған болатынсың. Қазір сен жалпақ балуан атандың. Ол кекті қалай ұмытып жүрсің дейді. Ол кезде өзгеге шыдаса да намысқа шыдаған ба? Жалпақ балуан ұшып тұрып келіп, «Би, маңыңдайдағы бір қара таңбам бар екенін білмей жүр екенмін. Қалыңдық сенікі емес, басқаныкі деуші еді. Астымнан атымды алғанда 6 жас дедім. Жеңсем, жауды алам. Жеңілсем, жауда қалам. Аттандым сәрсенбінің сәтіне» дейді, жүре береді. Баяғы жалпақ балуан. Тоқта батыр деп, бала би тоқтатыпты да, былай депті. Баруын барасың, ерінде жауарсың. Бірақ қатын боп қалған қалыңдықтың қызығына түсіп кетпей, жер қайысқан қалың жылқыға да көзіңді саларсың дейді. Сонымен сақадай сайланған қыры жігіт маңдайды батысқа қойып, төскейді үзеңгіге ала тартып жөнелдік дейді. Жалпақ, жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай, сыртынан қарағанда құйған пештей болып, оқ бойы алдымызда отырады.
Астында сарғасқа аты бар, шекіп тастап, оқтаудай ойнап, киіктей орғып келеді. 6 қонып 7-шіге асқан күні қоңыр іңір кезеді. Осы бір тегін адам болмаған шығар. Түнек осы молаға деп жалпақ балуан атынан секіріп түсе қалды дейді. Түстік, айналасы 60 қадам, үлкен қара мол екен. Маңдайында жазуы бар. Қырқымыздың бірде-біріміз қара татымайды екенбіз ғой. Жазуды айыра алмадық дейді. Соны ойлағанда балалардың оққанын іші мұнатып отырады. Өзге шамасы келмесе де, болысқа арам бауыздатпасты екен деп ойлаймын да баяғы деп әйтес қарт бір күрсініп. Құрт берші балаларға дейді. Дейді кемпіріне. Шақпақ шағып, тез тұтатып от жақтық. Қақтаулы қапшықтан бір-екі қаптықта ер жастанып, тоқым төсеніп, жаттықта қалдық. Үркер жамбасқа келіп, шолпан маңдайға таянғанда, жалпақ батыр атып тұрып келіп. Жігіттер, төс айылды бос, артқа айылды аямай тартыңдар. Күн найза бойы көтерілген кезде не қалың жауға, не қалың жылқыға кездесерміз. Менің тілегім болса, жауға кездесерміз. Бидің тілегі болса, жылқыға кездесеміз. Жылқыға да көзің сал деп еді. Әй, соның тілегі боларақ дейді. Батыр мұны неден болжат десек, сарғасқа құлағымен алысты нұсқап, жер тартып екен. Тартып кеттік дейді. Қатып қалған сандықтар оршықтай ойнап, бөкендей бүктетіліп, жер сүзгілеп, ауыздықтар қарш-қарш шайнайды. Күнде шанышқақтап найза бойы көтерілді. Ой-тұғырды алып жатқан қалың жылқыға бізде келіп кірдік дейді. Жолшы байлап бізде тиістік. 2 салт жылқыдан сытылып, төскейге бет қойып тартып берді. Қумадық дейді. Жылқының бір шетін төңкеріп, қиқулап келе жатқанымызда, бота көз бір қыз тезек арқалап қосқа қарай жүгіріп келеді екен. Өн бойым үйіп қоя берді дейді. Астымда құлан тұяқ құдай көк деген атым бар. Сыдыртып келіп қызды іліп алып, артыма мінгестіріп ала жөнелдім. 2 қолын белбеуіме қыстыра тастап кете бердім. Шашын жайып, құлыншағымдаған шешесінің дауысы ғана естіліп қалды. Ол дауыс маған шаққа масадайда білінген жоқ дейді. Әлден уақытта құрық үстіне құрық жаудырып, ну жылқыны еріп, бетін түзеп, 2 қырдың астына түсірдік ау. Сол кезде жалпақ балуан менің артымдағы қызды көріп, батырдың салғырт көңілі ауып кетті білем. Сауға Дейді саңқ етіп. Сауғыңа жараса, не арманы бар? Батыр дедім. Қатарласып келіп қыздың маңдайына сипап, толқынды қара шашынан бір сүйді. Сүйді де жүре берді. Манадан от өзегіме өтіп келе жатқан қыз, содан кейін арқама жабысқан көл бақаға ұқсап, соп-суық болып сала берді дейді. Жылқының денін бөліп әкеттік ау деймін. Төңкеріліп айдатпай келеді. Анда-санда енесінің бауырында шұрқыраған құлынтай қақтығып құлап қалып та келеді. Жылқының жатқан жерінен жарты көз шыққан кезде артымыздан жұлымдай боп бір қара көрінді. Аққан жұлдыз ба дерсің. Көзді ашып жұмғаша араласып та қалды. Көпті көрген көне жылқышы екен, басқамызға қайырылмай тұп-тура жалпақ балуанның шылбырына орала түсіп, байды шапқаның шапқан, малды алғаның алған. Жылқышының жалғыз қызын қайтесің, батыр? Еркек десең өзімді әкет, қызымды қайтарып бер. Сорлы анасы аңырап қалды ғой. Тар құрсағын кеңейткен, тас емшегін жібіткен жалғыз еді. Батыр оны алаң қылсын ба? Мырс етіп күлді де, қасында келе жатқан Кейкі деген жігітке иек қағады. Кейкі қандай албырт, жылқышыны жабағадай жұлып алады да, айналдырып, лақтырып жібереді де, тобылғы торы бесті киіктей орғы ойнап кете береді. 2-3 жігіт қуып беріп еді,
қарайлатпады. Артымызда қыз еңіреп жіберді де белімдегі білегін суырып алды. Алдыма алып, анықтап қарасам, мөлдірген бота көзінен меруерт жасы барлап-ақ кеткен екен. Адам баласының қызғалдақтай үлбіреген сұлуы бола береді екен. Қарысып қалған білегіммен құшақтауға аядым дейді. Тағы да қозы көш жерге еттік. Жылқышы өлі ме, тірі ме, көңілімізде көлеңкеде қалған жоқ. Айғайға жылқы баласы қандай желгеді, тасыр тұсыр етіп жүйткіп келеді. Бір мезгілде артқа қарасақ, тұйғындай түйіліп, жұлдыздай ағып, артымыздан бір қара тағы да келіп қалған екен. Оу, тоссаңдаршы. Дегенше болған жоқ, орап алдымызға шықты. Тек ағараңдаған бірдемені ғана көріп қалдық. Апатайым-ай, сорайда ба келді ме? Атымдағы қыз. Астында манағы торы бесті, әлгі жылқышының әйелі артымыздағы қыздың анасы екен дейді. Қиқулап, жылқының оң жағына бір, сол жағына бір шықты да, айналып барып алдына түсіп, оң жаққа қарай тарта кеп жөнелді дейді. Жылқы да оның соңынан еріп, шығысқа қарай салуы қалай. Біз былай қайырамыз, жылқы олай қашады. Торы бесті маңайлатпайды, найза суырып, сойыл сілтейтін жерге келтірмейді. Әлденеше рет жылқыны бұрып алдық. Жылқы бет-бетімен жарыла қашты. Құрық үстіне сойылы жаудырып бұрмаласақ та болмады. Бір бүйірде жатқан өзеннің жалғыз есік кең аралына қалың жылқы келді дейді. Аралға енгесін қалың жылқы айдатпапты. Аралдың ортасында бір төбе бар екен. Әлгі әйел соған шығып алып, жаулығын бұлғап, бәрімізді шақыруы бар емес пе? Шаншып ақтасаймыз деп төніп келгенде: Менің атым әйел, мына қыздың анасымын. Бәрің де анадан тудыңдар. Анамен алыспайды да, атыспайды да. Нең бар ет менің жалғызымда? Кел ботам өзіме. Қолымдағы қыздың қалай ыршып кеткенін білмеймін, секіріп барып, шешесінің мойнына асылды дейді. Терімізге сыймай, қабағымыздан қан жауып тұрған бізде жұмысы да жоқ. Шешесі қызын, қызы шешесін жұбатып, өзді-өзді болып та қалды. Сол кезде манағы кейкі шыдамай кетіп: Батыр, ұлықсат етсең, екеуін екі тайға теңдеп алып жүрейін. Қызы қатынға, шешесі отынға жарар деді. Жалпақ кейкіге қарап, алақандай көзін бір төңкертті. Жаным, сен неткен жансың? Сені қазақтың қатыны шығар да, өзімді батыры шығар деп ойлаймын. Жөніңді айтшы дейді әйелге. Батыр, атыңнан түс. Артыңнан қуып келетін ешкімде жоқ. Сен бұл елді шабуға келсең, бұл елде басқа бір елді шабуға кеткен. Асықпай ақайдап бар. Жауабында асықпай берерсің. Содан кейін бәрімізде аттан түсіп, төбені айнала отырдық. Бұл қатынның қайша адасқанын тыңдайын деп отыр деп бәріміз жалпаққа ренжідік дейді. Аздан соң әйел құшағындағы қызды босатады да сөзіне кіріседі. Мен мына қыздың шешесімін. Қызым қазір 15-те. Дәл қызымның жасында өзімде сергелденге ұшырап едім. Соның суық ызғары табанымнан, қара таңбасы маңдайымнан әлі кеткен жоқ. Елім дейтін елім бар дейсің бе? Сай сағалап, өзен жағалап жүретін 4 үйлі бір ауыл болыпты. Сол ауылда Сонар дегеннің қыз едім. Қай ел екенін білмеймін. Елсіз туғыр Балаби деген баласын сүндеттетіп, той істеп, ат шаптырғанда бас бәйгеге құл бастатқан 9, бас балуанға күң бастатқан 9 тігіпті. Бәйгеге өз қызын берсін бе? Айнала қыз іздепті. Әкем арбасын жөндеп, шешем көжесін қайнатып жатыр еді. Оншақта салтатты сау өте түсті. Жігіттер жол болсын деп әкем жолай айтқанда, жол болмаса болмасын, қыз болсын деп, қосқа сүйеніп тұрған мені қағып алды да шауып кете берді. Ертеңіне шапқан ат, күрескен балуанның қызығы біткесін, шабулы нарға мінгізді де, мені
бәйгеге беріп жіберді. Күреске түсіп, мені бәйгесіне алған Байсары деген балуан екен. Еліне келгесін Құлтеке деген байына байлады. Құлтеке бай мені бір құлына отастырды да, екеумізді де сауынға салды. Онда көп жасағанда екінші аттың бәйгесіне тігіліп, осы өздерің шапқан Сары деген байдың қолына көштім. Маған атастырған құл бәйгеге тігіліп, басқа бір елге кетті. Сары байдың Қайрақ деген жылқышысы бар екен. Өміріңде босағаңда болайық деп байдан сұрап, мені қатындық қалды. Бірің жылқышы, бірің сауыншы болып жүре тұрыңдар. Кейін босатармын деді Сарыбай. Содан бері 15 жыл өтті. Байым бүгін өліп босанды. Өзім осы орталарыңда отырған. Күңдіктің ұзын құрығы сарт етіп, қызыма түсе қалғасын соңдарыңнан қуып келіп тұрмын. Неғып қорықпай қуып келдің демеңдер. 15-імде, өзімде тап осы қызымда едім. Сендерің қолдарыңда кетсе, енді 15 жылдан соң қызымда тап қазіргі мендей болмай ма? Мен үшін бұдан артық қорқыныш та, қорлық та жоқ. Сол мен айдап әкелген. Берсеңдер тірі қайтам, бермесеңдер өліп алып қайтам. Мана елді асап қоярдай боп тұрған жігіттер, құлағымыз салбырап, көмілжи беріппіз. Не сұрау, не жауап бере алмай, жерді шұқи бердік дейді. Әйел оны сезі қояды да. Тең-теңімен деп 15 жыл отасқан байым еді. Сүйегін жолда көрдім. Білектің күшін, найзаның ұшын не күшті теңдеске, не ұйығы теңдеске жұмсаған жоқсыңдар. Құлынға қосақтап қызымда кетіп барасыңдар. Бұларыңда не ерлікке, не әділеттікке жанаспайды. Ең мықтағанда еліңе бір күң апарып қосасыңдар. Қызым сендерге барса күң болады. Өзіммен қалса тым болмаса, өз етегімде еркін еркелейді. Сондықтан қызымды алып қайтам. Өмірінде әйелден мұндай сөз естімеген әумесер кейкі бұлай депті сонда. Әйел еркекке қатындыққа жаралған. Біздің далада одан басқа не бітіреді олар? Қызды сатып алсаң да қатын, тартып алсаң да қатын. Жігіттер, мына қатынның сөзін қойдырып, өзімді ала жүрейік. Теретін тезек біздің елде де бар дейді. Манадан ойға көміліп, тұнжырап отырған жалпақ, таудан құлағандай құлап отыр екен. Ұшып тұрып келіп, сарғас қатын әлгі әйелге тоса береді де. Өз бойымнан бер алатындай айбым осы, жеңгей. Ол қысынбай ала көр. Көңдіктен босанғын келсе, мына жылқыдан қалағаның шалда, жердің шетіне дейін көше бер. Бірақ жер жүзінде күңдік пен құлдық жоқ ел бар дегенде естігенім жоқ еді. Сондықтан өзім еріңдер. Қанаттыға қақтырмаймын, тұмсықтыға шоқтырмаймын дейді. Сонда әйел тұрып: Осы жылқының қаншасы өздеріңе тиеді? Кім білет, біреуі де тимес. Оны би білет. Ендеше жылқы да ал деме, атыңды да бер деме. Саған ере алмаймын да. Сен де еліңе жеткенше ғана ерікті батырсың. Еліңе барғасын сен де еркіңнен айырыласың. Не байдың, не бидің сойылы боп қаласың. Батыр балуанды көріп жүрміз ғой. Сені батыр деп жұмсайды да, мені қатын деп жұмсайды. Айырмасы осақ, бірақ сенің еркің менікінен еркін болады. Солай емес пе, батыр? Жалпақ тағы да мойнын салбыратып отырып қалды. Біз даланың ессіз есерлеріміз ғой. Көзге түрткенде ғана сергетеміз. Көзге түспесе көрмейміз. Сен көзімнің оқырасын алып, шымылдығын аштың. Әлгінде ғана қызыңды саусағыңа алып, кең өмірімнің аз ғана ойыншығы етермін деп ем. Енді одан қайттым. Өз еркім өзімде тұрғанда,
мен де бір адамға ерік берейін. Қыз сенікі. Желден де еркін өмір сүріңдер. дейді. Бейшараның боз көйлегі жырым-жырым, қолдары қарғаның тұяғындай қап-қара. Ерні қырық тілінген, жалақ-жалақ. Бірақ түйілген қабағынан, от жанған көзінен жаның шошырлық. Жалынған жоқ, сасқан жоқ. Қырық жігітті билеп әкетті дейді. Жалпақтың соңғы сөзін естіп-ақ мұң екен. Бірі Саратқа, бірі Торыбестіге мініп, екі әйел ойнап шыға берді. Бір кезде әйел Сарғасқа атты қалт тоқтатып, артына бұрылып: Керей деген ел көрсеңдер сәлем айт. Жалпақ деген батыр көрсеңдер сәлем айт. Әйелді аттандырған бойы түргеп тұрған жалпақ балуан гүрс етіп құлап түсті. Біз де сонда ғана есімізді жиыппыз. Айтып не керек, жылқыда қалып, жалпақты сүйеп, елге әрең жеткіздік дейді. Шіркін, әйелдің де әйелі екен деп, жанайы балуан ылғи айтатын еді. деп әйтілес қарт сақалын тағы бір салалап қоятын еді. Балалар манадан бері тыңдап қалғандарын енді ғана білгендей, рәсірә, рәсіри, рәтүрә деп қайта шуласып кетер еді.